Құрметті тыңдаушылар, мен бүгін өзімнің 5-ші дәрісімді бастайындап отырмын. Қысқаша өткен тақырыптарды айтып кетсе, онда біз ең басты мәселе ол көлбеулі жазықтықтағы кернеулерін анықтадық. Көлбеулі жазықтығымыз дененің кез келген нүктесін өтетін. Еске салып отырмын, мұндай жазықтықтардың нүктеден өтетін саны шексіз көп және кернеулер мәндері өзгеріп отырады. Жазықтықтың орны өзгерген кезде, ал жазықтықтың орны өзгеруін біз бағыттауыш косинустар арқылы біле аламыз. Сондықтан да біз бүгін әрі қарай тақырыбымызды жалғастырамыз. Ол октаэдрлық кернеулер, кернеу тензорының инварианттары және Мор диаграммалар немесе дөңгелектері. Енді бас өстерін біз өткенде тоқтап кеткенбіз. Қысқаша мұнда біз X, Y, Z координаты жүйесінің орнына біз бас кернеулерін 1, 2, 3 әрпімен белгілейміз дегенбіз. Міне сол 1, 2, 3-тегі де бас өстерінде бірыңғай бұрыштармен орналасқан көлбеу жазықтығында әсер етіп тұрған кернеулерін анықтайық. Егер осы көлбеулі жазықтар бірыңғай бұрыштармен бас өстерін орналасса жүйесінде, бас өстер координат жүйесінде, мұндай жазықтықтар төртеу және оларға параллелі жазықтармен қоса октаэдр фигурасын құрайды. Сондықтан да осы жазықтықтағы кернеулерді біз әрі қарай октаэдрлық кернеулер деп атаймыз. Міне осы октаэдрлық кернеулерді анықтау үшін біз алдымен келесі қатынасты пайдаланамыз. Ол бағыттауыш косинустары бір-бірімен тең болған жағдайда көлбеулі жазықтығын орнын анықтай аламыз. Немесе келесі қатынастан, мұнда 5-те 10 қатынастан мұнда бағыттауыш косинустарының қосындысы бірге тең. Ал бізге математикадан белгілі және көлбеулі жазықтық бас өстерінің бірыңғай бұрыштарымен қиылысқан соң, осыдан біз бағыттауыш косинусын анықтай аламыз. Өйткені A1, A2, A3 бір-біріне тең болады және оны біз A әрпімен белгілейміз бағыттауыш косинусын, және осыдан көлбеулі жазықтықтың орнын анықтайтын бағыттауыш косинус мәні тең болады түбірасты 3. 1 бөлінген түбірасты 3, 5-те 10 A формуласында келтірілген. Және тағы да қайталап кетейін. Мұндай жазықтықтар немесе бас өстеріне бірдей бұрыштармен қиылысатын жазықтықтар саны 4-теу және оларға параллельді жазықтармен қоса нәтижесінде олар октаэдр фигурасын құрайды. Сондықтан оларды біз октаэдр кернеулерді атаймыз және осы жазықтықтарында әсер ететін кернеулерді біз мына 3-те 2 суретінде келтірілген октаэдрлық кернеулер деп атаймыз. Және біз оны индексін O әрпімен белгілейміз. Егер мына жазықтықты алсақ, нормальды кернеуі біз сигма нулевое, нөлдік индекспен белгілейміз және жанама кернеуінде O әрпімен, нулевой емес, кешіріңіздер, O әрпі, октаэдр деген сөздер. Міне осы октаэдрлік жазықтықтар октаэдр фигурасы, жазықтағы октаэдр фигурасын құрайды. Енді
осы жазықтықта әсер беріп тұрған оқтайдың нормальды кернеуін біз оңай анықтай аламыз. Алдында алынған, өткен дәрісте алынған 2, 5, 6, 7 формулаларын арқылы біз оңай анықтай аламыз. Немесе сол жазықтықтағы, кез келген жазықтықтағы өткенде біз анықтаған нормальды кернеуін анықтайтын формула сәйкес бағыттауыш косинустарын қойсақ, нәтижесінде біз жазықтықтағы нормальды оқтайдырлық кернеуін анықтаймыз. Егер 511 теңдеу назар аударсақ, нормальды оқтайдырлық кернеуі орташа нормальды кернеуіне тең екен байқауға болады, немесе кернеу теңізінің бірінші инвариантының 3/1-іне тең. Инварианттарды келесі осыдан кейін тақырыпта толығырақ тоқтап кетеміз. Енді жанама оқтайдырлық кернеуіне келсек, оны біз тағы да алдындағы 3/7 теңдеуі арқылы оңай анықтаймыз. Оңай деп отырғанымыз біз өткенде ол екінші дәрісте оны біз қалай анықтайтын толық қарастырғанбыз. Сол теңдеулерді біз пайдаланамыз, тек бұл жерде бұл формулаларға сәйкес бағыттауыш косинус мәндерін қоямыз. Сондықтан да оңай деп отырғанымыз сол бағыттауыш косинус. Мысалы, жанама оқтайдырлық кернеулеріне келсек, 3/7 теңдеуін алдық, және осы теңдеуіне сәйкес бағыттауыш косинустарын қойсақ, келесін аламыз. Оқтайдырлық кернеуін әрі қарай жақсанашы бір қата түрлендіру өткізген соң, нәтижесінде біз мұны оқтайдырлық жанама кернеуін мәнін аламыз. 5/12 теңдеуде келтірілген, немесе бас жанама кернеуінің мәнін ескерсек, онда оқтайдырлық жанама кернеуін біз келесі 5/13 формуласы арқылы анықтай аламыз. Сонымен жанама оқтайдырлық кернеулерінің мәні бас нормальды кернеулерінің айырмасының квадратынан тұратын түбір астындағы 3/1 мәніне тең. Ол 5/13 формуласында көрсетілген. Тағы да қысқаша мен осы оқтайдырлық кернеулерді тоқтап кетейін. Және оңай деген сөзіме, өйткені біз кернеулі күйді анықтау үшін кез келген жазықтықтағы кернеулерді анықтау үшін біз сол жазықтықтың орнын білуіміз керек. Орны бағыттауыш косинус арқылы анықталады. Мысалы, бас жанама кернеулер анықтайтын формулаларында бағыттауыш косинустар келтірілген. Назар аударыңыздар. Мұнда осы жазықтық тек бас жанама кернеулері әсер етеді. Және ең басты формулалар біз бас компоненті кернеулерін анықтайтын формулалары біз алдында, онда да біз оңай анықтадық деп келтіргенбіз осы формулаларды. Және ең бастысы мен көрсетіп кетейін дегенім, келесі алдында біз алған формулалар. Параллелепипед арқылы бас толық кернеуін анықтай аламыз. Жазықтықтағы нормальды және жанама кернеуін анықтай аламыз. Тек қана бір жерде сәйкес көрнектеп көрсетейін, бағыттауыш косинустар мәндерін қоямыз. Сондықтан да мен оңай анықтаймыз дегенім осыдан шығып отыр. Сондықтан да оқтайдырлық кернеулер келесі жаңа мен көрсетіп кеткен формулалар арқылы анықтай аламыз. Егер жазықтық бас үстеміне
бірдей бұрыштармен қиылысатын болғанда. Енді келесі сұрақ келе, кернеу тензорының инварианттары. Егер кернеулі күйде тұрған материалдың нүктесінен бірнеше координата жүйесін өткізсек, онда әрбір сайын кернеу тензорының компоненттерінің кешені санды мәндері өзгеріп әртүрлі болып отырады. Өйткені жазықтықтардың орны басқа, сәйкес компоненттерінің сәнді басқа болады. Бірақ бір жай айтып кету керек, бір басты орнын айтып кету керек. Кернеулі күй координата жүйесін таңдауына тәуелді емес. Кернеулі күй, қайтарып кетейін, бұл ең басты жерде бар. Кернеулі күй координата жүйесін таңдауынан тәуелді емес. Осыны біз қазір осы шартқа тоқтап кетейік. Және тензордың өзі өзгермеу керек. Немесе тензор компонентінің кейбір математикалық қатынастары өзгермеу керек, инвариантты болу керек деп жақшан ішіне келтірген. Ол үшін немесе осы қатынасты анықтау үшін еркін координата жүйесінде бір бас жазықтығын көлбеулі ретінде қарастырып кетейік. Бұл жазықтыққа бір бас кернеу сигма әсер береді деп қабылдаймыз, және ол толық кернеу болып келеді, болып табылады. Еркін координат өстені, оның проекциясы, келесі тағы да қайтарып кеткен болып отыр. Жоғары келтірілген 2,4, 2,5, 2,7 формуласы арқылы біз оңай жаза аламыз. Және міне айтып кеткенімге сәйкес осы жоғары қатынастарын қолдансақ, келесін жаза аламыз. Sx тең 2,3 формуласында біз жазып кеткенбіз. Немесе оны нөлге теңестіріп бір қатар түрлендіріп өткізген соң келесі 5,15 теңдеулер жүйесін түрінде келтіруге болады. Нөлге теңестіріп, осы алдыңғы 5,14 теңдеулер бір қатар түрлендіру, ол жақсы шығарып, AX, AY разеті нәтижесінде біз 5,15 теңдеуін аламыз. Сонымен нәтижесінде біз сызықты біркелкі теңдеулер жүйесін аламыз. Ол 5,15 теңдеуін айтып отырмыз, жүйесін аламыз. Барлық бағыттауыш, бірақ мұнда бір шешімі, бұл 5,15 шешімі. Байқап отырсыздар, біркелкі сызықты теңдеулер дейміз, өйткені нөлге тең болады. Еркін мәндері, сондықтан барлық оның шешімі, біз шешіміне келіп отырмыз қазір. Барлық бағыттауыш көшіністер бір сәтте нөлге тең болмайды. Сондықтан осы теңдеу жүйенің анықтау үшін біз нөлге тең болу керек деп қабылдаймыз. Анықтаушы осы 5,15 теңдеудің шешімі. Немесе біз сіздерге математикадан осы біркелкі сызықты теңдеулер туралы көп айтылған біркелкідегі однородное уравнение дейді. Оны имеет бесчисленное множество решений дейді, оны сіздер өткізді, в том числе и не нулевое деп. Сондықтан біз жерде анықтаушы бұл жүйенің нөлге тең болу керек. Енді осы алынған анықтауышты ашып бір қатар түрлендіру өткізген соң, оны сіздер аша аласыздар. Крамер арқылы сіздерге математикада ол белгілі
Дағда сайыс арқылы анықтаусын оңай аша аласыздар. Осы анықтау үшін ашып, бір қатар түрлендіру өткізген нәтижесінде келесі теңдеуді аламыз. 5-17 формуламын белгіленген. Осы алынған кубтық теңдеудің 3 шешімі бар. Түбі әрбіреуі бас нормалды кернеуінің сигма мәндерін біреуіне ғана беретін. Және теңізер компоненттері ауыспалы болғанмен компонент сигма x, сигма y, сигма z мен айтып отырмын. Ауыспалы өзгеретіндей болғанмен 5-17 теңдеуінің түбі шешімі өзгермеу керек. Өйткені берген кернеулі күйіне бас кернеудің бір ғана мәндері сәйкес. Берген кернеулі күйіне бас сигма кернеудің бір ғана мәндері сәйкес. Осы бір мәнділігі бұл жағдайында қамтамасыз етіледі, егер координата жүйесін өзгерткен кезде бұрағанда 5-7 теңдеуінің коэффициенті тұрақты болып қала береді. Немесе жақшадағы мәндер координата жүйесі бұраған жағдайында, немесе координата жүйесі өзгерген жағдайында тұрақты мәндерін сақтап қала беру керек. Координата жүйесі өзгерген жағдайында кернеу компоненттер аралығында өзгермейтін қатынастарын біз әрқарай инварианттар деп атаймыз. Назар аударыңыз, координата жүйесі 1, 2, 3 өзгерген жағдайда басқа бұралып немесе басқада орын алған кезде кернеу компоненттер аралығында өзгермейтін қатынастарын біз инвариант деп атаймыз. Міне осы 5-17 теңдеулерін коэффициентіне сәйкес олар келесі түрде жазылады. Бірінші инвариант, жақсан ішінде келтірілген бөліп көрсетейін. Ол бірінші инвариант сигма x, сигма y, сигма z қосындысы, немесе бас кернеулерін алсақ сигма 1, сигма 2, сигма 3. Қосындысы тұрақты мән, немесе оны біз сызықты бірінші инвариант деп атаймыз. Екінші инвариант ол квадратты. Ол да жақсан ішінде келтірілген. Мен мына жерде бөліп көрсетейін. Екінші инвариант квадратты дейміз. Және үшінші инварианты біз кубтық дейміз. Кубтық инвариант ол да жақшада көрсетілген. 5-17 өрнекте кубтық инвариант дейміз. Бас кернеулерін анықтаған кезде оңай, оның көбейтіндісі ғана алынады. Бас кернеулерін анықтаған кезде оңай. Өйткені тау кернеулері бас координата жүйесінде 0-ге тең болып кетеді. Міне осы алынған 5-18, 5-20 теңдеулері алдымен еркін, одан кейін бас координата жүйесінде жазылған. Еркін дегеніміз сол жағы, бас координата оң жағы. Бас координата жүйесіне жазылған. Инварианттар кернеулі күйдің ең басты сипаттамасы болып табылады. Олар әртүрлі компоненттері бар. Екі тензорларды алсақ, кернеу тензор алсақ, бір немесе әртүрлі кернеулі күйлерінде жататындығын анықтауына мүмкіндік береді. Міне осы алынған инварианттар арқылы біз екі тензор егер берілсе, олар бір немесе әртүрлі кернеулерді сипаттап тұрғанын біле аламыз. Енді келесі мен бір сұраққа тоқтап кетейін дегенім, ол Мордың диаграммасы, немесе Отто Мор
бойынша кернеулі диаграммасы дейміз, немесе кернеулі күйді графикалық түрде анықтау. Бұл да кернеулі күй сұлбалары, немесе қысқаша мен айтып кетсем, біз кернеулі күйді алдында көлбеулі жазықтықтағы кернеулерді алдыңғы 2-3, 2-4, 2-7 формулалары арқылы анықтадық, есептеп, басқаша. Және онымен қоса кернеулі күйді біз графикалық тәсілдері арқылы анықтай аламыз. Оны ең бірінші немістің ғалымы Отто Мор ұсынған. Сондықтан да оны біз Мор диаграммалар немесе Мор дөңгелектері дейміз. Нүктеде кернеулі күй Мор дөңгелектері арқылы анықтауға болады. Суретке біз қазір барамыз. Алдына анықтамасын беріп кетейік. Мор диаграммасы қарастырылған бас үстер жүйесінде назар аударыңыз, келесі сөйлемге әртүрлі көлбеу жазықтықтарда әсер беріп тұрған нормальды және жанама кернеулердің жиынтығын графикалық сүрбесін береді. Тағы да қайталап кетейін, бұл жерде ешқандай есептеулеу жаңа алдында келтірген формула арқылы өткізбейміз, тек қана графикалық түрде анықтай аламыз. Диаграмманы абсцисса өсі бойында нормальды кернеулерін салып, ал оған сәйкес жанама кернеулер ординаты өсі бойына салып тұрғызамыз. Мор кернеулер диаграммасы бойынша кез келген жазықтықтарында әсер беретін барлық кернеулер жиынтығын графикалық түрде бір жазықтыққа келтіруге мүмкіндік береді. Енді олардың салуын қалай салатыны қысқаша тоқтап кетейік. Отто Мор бойынша ол үшін келесі теңдеулерді қолданамыз. Ол бізге тағы да қайталап кетейін, бізге белгілі алдыңғы дәрістерден белгілі нормальды кернеулерді қалай анықтаймыз, толық кернеулердің формуласы бізге белгілі 5/1А, 5/1Б. Осы формула қолданамыз, және бізге бағыттауыш қосындысы нөлге тең қатынасын қолданамыз. Міне осы А теңдеуіне, немесе бірінші А теңдеуі дей салайық қысқаша, сигма 2, сигма 3 мәніне көбейтіп, және оны екінші Б теңдеуінен оң жақ сол жақ подчленный мүшелеп алып тастаймыз. Бірақ алдын ала осы жақшадағы мәнін, ол да теңдеуін осы бағыттауыш қосындыстардың сол және оң жақтарына көбейтіп. Мысалы сигма 1, сигма 2-ні біз бірге көбейтеміз де, бірінші А теңдеуінің оң жағына көбейтіп, және Б теңдеуінен алып тастаймыз. Мен сол жағын ғана көрсетіп тұрмын. Осындай операция. Және мына жерде тағы да бір операция, ол осы бұның теңдеуін алдын ала екі жағын, мысалы біз сол жағын ғана алсақ, сигма 2, сигма 3-ке көбейтіп дейді. Мысалы, осы айтып кеткеніміз қазір біз іске асырып көрейік. Мысалы, мұны алдын ала А теңдеуін екі жағын, алдын ала А теңдеуін екі жағын көбейтіп, нәтижесінде келесіні аламыз дейді. Міне сигманы біз сол жағын ғана алып отырмыз, сол жағын ғана алып отырмыз. Сигманы, сигма 2, сигма 3-ке көбейтеміз мұны. Б теңдеуін сол жағын ғана алып отырмын. Біз сигма 2, сигма 3-ке көбейтеміз де, және бірінші теңдеуден алып тастаймыз. Келтірілген бірінші теңдеудің сол жағын алып тастаймыз мәнінен, және үшінші теңдеуді қосамыз, В-ны алдын ала сол жағын сигма 2, сигма 3-ке көбейтіп дейтін. Осындай бір күрделі
күрделі операциялар. Сіздер қазір мен осы айтқанымы түсінбесеңіздер, көздік жұмыста тағы да біз тоқтап кетеміз. Дәл солай, оң жағымен де жасаймыз, операциялар өткіземіз, бірақ көріп отырсыздар, мына үшінші теңдеуді қосқан кезде оң жағын біз сигма 2, сигма 3 көбейтеміз қосқан кезде. Мен бөліп көрсетейін, мысалы. Және мен өз сөзбен кішкене күрделендіріп жібердім, бірақ өздеріңіз назар аударсаңдар ешқандай қиындық жоқ. Мысалы, үшінші теңдеуді алсақ, В. Алдын ала біз сигма 2, сигма 3 көбейтіп қостық. Нәтижесінде біз келесі 5/1 ұзын қатынасын алдық. Енді осы теңдеудің екі жағына келесі квадратты жақшадағы мәнін қосып, бір қатау түрлендіру өткізген соң, көріп отырсыздар, түрлендіру ол жақшаны алып, сигма 2, сигма 3 оң жағына тасымалдап, нәтижесінде біз ең соңында 5/2a формуласына келеміз. Тағы да сіздерге қайталап кеткім отыр. Егер өзіндіктерден осы түрлендірулерді сұрақ болса, өзіндік сабағында біз тағы да тоқтап кетеміз бұл жерлерде. Бірақ бұл жерде элементалды математикалық операциялар құр сұрақтар болса, біз тағы тоқтап кетеміз. Дәл солай сәйкес түрлендіру немесе операциялар жаңа айтып кеткен, жоғары айтып өткізгенсе тағы да 2 теңдеу аламыз. 5/2b v. 5/2a b v теңдеу жүйесіне келдік. Енді осы алынған теңдеулерді 5/2a b v теңдеулер аналитикалық геометриядан бізге белгілі шеңбер теңдеулерімен салыстырсақ, мына төменде келтірілген, онда біз дөңгелектерді шеңбер жазбалайтын абсцисса бойында координата басынан өткізілген, орталықтардан өткізілген сәйкес 5a b теңдеулерін сәйкес мұн орталықтарын келтірілген, орталықтары осы дөңгелектердің немесе шеңбер орталықтары осы 5/2a b v формула теңдеулеріне немесе сәйкес осы келесі орталықтарында жатады. Немесе осы теңдеудің 5/2-ні айтып отырмын, оң жағы шеңберлердің радиусының квадраты болып саналады. Шеңбер радиусының квадраты болып жауады. Бағыттауыш көшіністарында ауыспалы екенін байқауға болады. Ауыспалы бұл a1 квадрат, a2 квадрат, a3 квадрат. Сондықтан алынған 5/2a b v теңдеулері шеңбер дөңгелектерді жазбалайды. Егер біз осы аналитикалық геометриядағы формуламын салыстырсақ, тағы да мен қысқаша өзім баяндап кетейін. Міне бөліп қойған белгілі біз аналитикалық геометрияда формуласымен салыстырсақ, оң жағына квадратты. Жақшада жаңа қосылған a1 квадрат көбейтілген жақшаларға a2, a3 квадрат көбейтілселар, ол 2 квадратқа біз теңестіріп тұрмыз. Мұнда бірақ бір айтып кететін мәселе, ол a1, a2, a3 ауыспалы мәндері болып табылады. Сондықтан біз осы алынған теңдеулер 5/2 концентрирленген шеңберлерді жазбалайды деуге болады. Енді осы алынған шеңберлер өлшемде өзгеру бағыттарын анықтайық. Ал өзгеруін біз жаңа айтып кеттік, ауыспалы a1, a2, a3 мәндері бағыттауыш қосыныстары арқылы біле аламыз. Мына 5/2 формуланы біз қазір осы формуладағы мәндерін ауыстырып
зерттейміз осы алынған теңдеуді. Егер бағыттауыш қосындысы нөлге тең болса, A1, A2, A3 тең болса, нөлге тең болса, онда соңғы қосындысы нөлге айналып кетеді, сонда R квадратымыз квадратты жақшаға тең болып қалады. Қиын емес оны сіздерге байқауға. A1, A2 нөлге тең болып кетсе, онда R квадратымыз квадратты жақшадағы мәндеріне тең болады. Немесе радиустері, дөңгелек шеңберлер радиустер R1, R2, R3, сигма 1 азайтылған сигма 3 бөлінген 2 және әрі байқауыстар нормальды кернеулеріне жартылай айырмасына тең екенін байқауға болады. Егер де ауыспалы мәндері нөлге тең болып кетсе. Міне осы 5-2 A, B, V теңдеулерін бағыттауыш қосындыстарын көбейтілетін қатынастар мәндері бірдей таңбалы болса, келесі шартынан назар аударыңыз. Сигма 1 мына шарт. Біз ылғи да осы шартты сақтауға тырысамыз. Сигма 1, сигма 2, сигма 3 жоғары. Және осы теңдеулерді, осы шартты сақтасақ, онда біз келесі Мор диаграммасын аламыз. Осы Мор диаграммасына тоқтап кетейік қысқаша. Жаңағы мен алдында айтқан не қатынас, не шарт екен. Егерде біз 5-2 теңдеуіміз таңдап отырмыз. Қазір менімен бірге назар аударыңыз. Егерде сигма 1 бірінші теңдеу A-ны алайық. Сигма 1, сигма 3-тен көп, және сигма 1, сигма 2-тен де көп, және A1 бағыттауыш қандай да мәні болса да, ол ылғи да радиусқа қосылып отырады. Сондықтан да бұл радиусымыз мына шеңберден асып кетпейді. Бұл шеңберден аспай, ылғи да осының ішінде жатады ол радиусымыз. Тағы да қайталап отырмыз мына шарттан. Келесі керек. Сіздер менімен бірге толық назар аударудыңыз. Келесі сигма 3, сигма 1-ден, сигма 2, сигма 1-ден кіші, минус береді. Және мұн келесі сигма 2, сигма 3-тен көп. Және нәже таңбасы минус болып кетеді бұл жағдайда. Өйткені сигма 1, сигма 2-ден көп. Сигма кіші сигма 1-ден. Бірақ сигма минус өткен кезде бұл R квадраттан, радиустан ылғи да кіші болады. Өйткені мына жерде минус болып кетеді. Және ол мына шеңбердің шегінде жатады, және одан жоғары, бірақ төменге түспейді. Үшінші теңдеуді алсақ, үшінші теңдеу сигма 1, сигма 2-ден жоғары, сигма 3, сигма 2-ден төмен, сигма 2 көп болады, минус, мына жерде де минус плюс болып, мұнда да алынған мәндер радиусқа қосылып отырады да, ол ешқашанда осы шеңбердің шегінде жатады, бірақ ішкі жаққа кіре алмайды. Плюс болған соң сыртында жатады ол ойда екеу. Және анықталынатын нүктеміз осы 5-тек теңдеуі бойынша осы штрихталған зонасында жатады. Тағы да мен сіздерді қинап жүрмесем қайтарып кетейік.
Қайталап кетейік. Мінекей. Осы шартты қабылдасақ, радиустар айтады. Радиустеріміз орталықтан сигма 1, сигма 2, сигма 3, сигма 3 араға шыққанда жатыр. Және мына мәндер ауыспалы болған соң, абырай, олар кей жағдайда радиусқа қосылып отырады. Ортасындағы сигма 1, сигма 3-ке керісінше алынып отырады. Сондықтан да осы радиустар көріп отырсыз, радиустар ауыспалы болғандай. Мына ауыспалы радиустар мына жерде келтірілген. Сонда біздің нүкте осы штрихталған зонасында жатады. Штрихталған зонасы. Нәтижесінде мына Мор диаграммасында ол штрихталған зонасы да көрсетілген. Міне Мор диаграммасы шеңберлерінің радиустер бас жанама. Байқап отырсыздар, жанама кернеулерінің тең екенін байқауға болады. Тау. Бұл Мор абсцисса бойында, абсцисс ординаты бойында көрсетілген. Және мен бас кернеулерінің таңбасы тәуелді, мен жаңа бестек форма арқылы көрсетіп кеттім. Сондықтан да әртүрлі мына бас кернеулерінің таңбасына тәуелді кернеу диаграммасы жанама тау өсіне салыстырмалы әртүрлі орын алады. Және сигма тау мәндері бір-біріне сәйкес корреспондирует. Мәндері шеңберлердің штрихталған қисық бұрышты, үшбұрышты аймағында жатады. Мысалы, П нүктесімен келтірілген. П нүктесімен келтірілген жаңағы. Мінекей. П нүктесімен келтірілген. Осы П нүктесінің орны сигма 1, сигма 2, сигма 3 бағыттауыш косинустармен анықталады. Және сол жазықтықтағы тау мәндерін біз өткізіп, параллельно сигмаға параллель өткізіп, тауға параллель өткізіп анықтай аламыз. Диаграмманы тұрғызу нәтижесі бойынша берілген альфа 1, альфа 2 60 бұрыштары бойынша көлбеу жазықтықтарындағы кернеуді анықтауға мүмкіндік береді және кері есебін шығаруға да мүмкіндік береді. Немесе кернеулер берілсе, біз жазықтықтың анықтайтын орнын анықтаймыз. Немесе альфа 1, альфа 2, альфа 3. Және кернеулердің таңбасын анықтауға. Жанама кернеу таңбасын анықтауға болмайды. Сигма 2, 1, 2 және 3 кернеудің бір мәнге артып немесе азайтса, бас түнделіктерінің радиустары өзгермейді. Тек қана тау өсінің орны ғана өзгереді. Міне, мен сіздерге тырыстым енді қысқаша түсіндіруге. Сіздер назар аударып, өзіндік жұмыстарыңызда назар аударып көріңіз. Сұрақтарында кей жерлерді мен айттым. Өзіндік жұмысты конспектлейсіздер. Және сұрақтарың болса жазып, өзіндік жұмыста біз осы тақырыптарға қайттан тоқтап кетеміз. Міне, мен осымен мен өз келесі 5-ші дәрісімді аяқтаймын.